қандай көмек, Қазақстанға жете аласыз ба деген жақсы нелер болды. Ал сонда ол Айгүлдермен кездескенге дейін болды ма, кейін болды ма? Біздер, менің жаңағы гостиница бар ғой, сол жаққа мен геолокациямды жіберген болатын. Содан кейін жаңағы тосын жайтып ғой. Сондай қайғылысың дейді. Бір жағдай болды, иә. Яғни кездесіп болдыңыз ол кезде? Әлде ол кісілерді көрмедіңіз ба әлі ол кезде? Көрдім, көргеннен кейін барып жарылыс болды. Кейін, иә? Иә. Одан кейін сіз көрмедіңіз Айгүлдерді? Одан кейін, білмеймін, құдай тұр ғой, енді аяқ асты көріп қалдық сол көшеде. Анда мен машинамен жүрдім, олар да тамақ ішуге шыққан екен. Сосын кейін мен тағы да Тәуежанға звондадым, тамақ ішейік та деп. Сосын Тәуежан стримде отқасын алып алып, мен Айгүлге звондадым сол жерде. Сіздер сонда менің түсінгенім бойынша жауласуды қойып достық па араларыңызда? Иә, уже мен басқаша отношениедемін, шын айтамын. Бәрі өзгерді. Сезім жоқ Айгүлге деген барлығы өткен өмірде. Ой, мен Айгүлді аман есен көргеніме қуаныштымын, бірақ менің де мынандай бір ситуация болып қалғаннан кейін бір түрлі болып қалды да енді. Какой-то бір Айгүлдің артынан барған сияқты болып. Бірақ та Тәуежанмен отношение өте жақсы. Иә, енді ендеше Балза ханым осы жерде бар ғой. Бағанағы айтып отыр ғой, тосын жағдай болып қалды деді ғой. Негізі былай басталды ғой. Негізі біз бір үйде ұйықтап отырмық қой, ұйықтап жатқанбыз негізі. Потом мені ой айтады, сен эфирға барасың ба дейді. Сосын мен иә кеттік деп жатсам, мен кетіп баратырмын дейді да, заттан жинап жатыр. Қайда десем Дубайға дейді. Жоқ, мен айтамын, жоқ, сол кезде Дубайға кетіп баратырмын дейді да, аяқ астынан ше. Мен айтамын, қуасың ба сен деймін да мен. Мен ойладым, мен өйткені шынымен де әділеттің жанында ең көп жүретін мен ғой, осы жердегі. Ең көп жан жүретін мен. Ол негізі барлық мысал келтірсе де, барлық нәрсеге Айгүлді мысал қылады. Кез келген нәрсе. Оның айналасында барлығы Айгүл болып көріне ма, Айгүл деп жүретін. Содан мен оған всегда айтамын, бұл сен бәрібір негізі есің жиятын уақыт келген сияқты деп ше. Жаңа дос ретінде айтып жүрмін, болды уже деген сияқты ше, тасташы болды деген сияқты. Одан басқа қыз құрып қалдым да, енді қыз көп қой деген сияқты. Кәдімгі достарың айтатын ақылын айтамын мен оған. Айгүлдің бара жатсың ғой. Иә. Сол сен солай барасың, ол айтты мен шаруалармен баратын деді. Мен айттым, жоқ сен Айгүлдің барасың деп. Аканс айттым. Жоқ деді. Сосын анда айтты ғой, тосын жағдай болып қалды деді ғой, бірдеңе болды деді да, сондай жарылыс болды деді. Сол кезде маған жіберді да, осындай болып жатыр деп көзі бақырайып кеткен. Мен айттым да, бұл саған Құдайдың берген белгісі ғой деймін да. Сондай бір адамның артынан барсаң, қалмасаң, саған уже қой деп жатыр. Құдайдың өзі саған қой деп жатыр деп айтады ғой. Мойындаған жоқ. Шынымен де мен Айгүл үшін келген жоқпын. Кеше келді ғой Қазақстанға. Мен сол кезде сұрадым. Сен Айгүл үшін бардың ғой негізі деп. Айгүлге де бірақ мойындаған жоқ. Мен өзім шаруалармен бардым деп айтты да. Бірақ айтайыншы, әлде саған жан досың ретінде осы жердегі дос ретінде сұрайыншы. Айгүлді ұмыттың ғой сен осы жерде? Иә. Айгүлді ұмыттың? Дубайға барған себебің Айгүл емес. Жоқ, мен өзім демалып, бір жағынан шаруамды бітіріп күшті, машинамен Дубайда. Алдында осы жобада келгенде мен тоже Дубайда болдым ғой. Ол жақта андай талп адам болған соң дұрыс қыдыра алмадым. Мына жерде өзіме өзім жүргесін, кәдімгідей ойдың бәрін тазартып, бүткіл депрессиямды түсіріп күшті болып қайттым. Енді қазір айтасыздар, әділет негізі енді Құдай сақтасын, олай болмай ақ қойсын. Бірақ дегенмен де сіздің таныстығыңыз тоқтай қалып жатса, Тәуежан мен Айгүл тоқтап қалса, Айгүлге сезім білдіресіз ба? Бізде жарнамадан кейін осы сұрақтың жауабын бірге білейік. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Әділет сұрақ қойып едім. Қайталап жіберсеңіз. Егер де олай болмасын, әрине, бірақ сіздерде де Айгүлдерде таныстық тоқтап қалып жатса, сонда сізден сөз салу болмай ма? Балза ханым, былай қысқаша қайырайын. Негізі мен көрген, яғни Дубайда көрген Айгүл мен Тәуежан, бақытты Айгүл мен Тәуежанның таныстығы бітпейді. Бітпейді. Бұлар өте мен көзіммен көрдім ғой. Көзіңіз жетті. Иә, ал егер де солай жағдай болып қалып жатса, оны уақыт еншісіне қалдырайық. Осы жерде Балза сөз сұрап, иә. Қайырлы күн қолдарыңызға, Балза ханым, өте әдемі болды. Осындай тема жабайшы. Ау? Негізі сенен кейін осы теманы жабайшы, аяулымен әңгіме етіп. Енді ол барғаннан кейін сондай талқылау болады ғой, өзің білдің енді олай. Енді қараңыздар, жаңа бір өзі ұлпа сөз аузына тиек етті. Енді ол мен Дубайға барғанда ешқандай адам баласы білген жоқ, даже Бекзат та білген жоқ деді. Енді Бекзатқа жаңа бір сіз өзіңіз сөз берген кезде маған таңертең тұрғызып оятты, мен Дубайға кетіп баратырмын деген сияқты әңгімелер болып отыр да. Енді бұларда кім өтірік алдап отыр, кім дұрыс емес әңгіме айтып отыр деген сияқты, кім кімнен қорқып отыр деген сияқты әңгіме болып отыр да. Мысалы, лично Бекзаттың өзіне сұрақ қойғым келіп отыр. Саған айтты ма или айтқан жоқ па? И ұлпаның өзіне болды. Ол Дубайға баратынымды білген жоқ деді. Ал бара жатқанын білдім. Баратынымды деген алдын ала уақыттан бұрын, ал кетіп бара жатқан кезде білдім мен, білесің ба сол кезде. Ал ол айтты, жоқ, алдын ала билет алып қойдым, мен кетейін деп айтқан жоқ та маған. Сол кезде оятып айтты. Дейтін ештеңе жоқ оны. Андай бір типа сөздерден ұсталып қалдым деген сияқты айтып жатсың ғой сен. Ондай емес. Ондай керек емес. Мен айтып отырмын, айтпасаң мына сен айтпай ма, мен де шынды емеспін ғой. Типа артын ашып беретін бұл балалардың. сөзден ұсталып қалдың өзің сен, өзің беріп қойдың ол. Баратқандағы, келатқандағы анау деген әңгіме жоқ өзі. Сен по факту айттың. Мені Дубайға кетіп баратқан кезде оятты. Мен Дубайға кетіп баратырмын. Сен эфирге барасың ба деген ол. Маған бара жатқаны, ол жаққа барғанын айтпады деген ол енді сау адамды жынды қылумен тең деп ойлаймын бека. Білді ма сонымен, білмеді ма? Жоқ, ұйқылы ой болды. Бірақ та мен
жоқ сен олайша андай жоқ шынымен ше андай бізді алдап отқан сияқты көрсетпей ақ қойшы саған қарашы андай ғой сол кезде оятты маған айтты бірақ андай алдыма билет алған кезде жаңып кеттің сен тыраштанбай сөйлей берсең нормально бәрі. жоқ неге тыраштанамын мен қуасың ба жоқ маған бұның қарашы артын жапқаннан немесе артын ашқаннан маған қандай пайда өзің ойланып көр негізі ернар егер де былай қатты білгің келіп жатса енді халыққа айтайық шынымен де білген жоқ қазір эфирден кейін шығамыз дәл сол моментте білгің келсе мен саған өзіңе перепискасын көрсетемін және де мейірімханның қасымызға алып аламыз қалай болған барлығы негізі ол да күтпей қалды бұл менің баратқанымды білетін шығар бірақ барғанымды точно білмейді да өйткені билет алғанымды да айтқан жоқ Қарашы, сен Дубайға прямой барасың. Сен Дубайға барады, Австралияға кетіп қалмайсың ғой енді. ол да может қой Дубайға Деттеген жеріңе Дубай деп айттың. Дубайға барады мен миыңа ұшып кетіп қалмайсың ғой. былай да негізі бүйтейікші ернар сене салайықшы бір әйтеуір бір алдап отқан сияқты болып отыр да екеуі бір бірін былай келіспей қалып жатыр да негізі бір азанда бір қаскелеңге кетіп баратын деген сияқты айта салады екен да бұл кісілер де ше әділет негізі ше бір сен андайсың мен тағы да айтамын сен суға сүңгисің да бірақ бір құрғақ шыққың келеді да қазір шыға алмайсың сен құрғақ болып үстің су болып қалды сен бүйтіп айтасың бірінші гүлжанмен осы жерде екеуің араларыңда сен айгүлді бір қас болдыңдар ойбай сағат сыйлады ананы сыйлады мынаны сыйлады көресің мен балам не үшін билеушісің деп айтады анау мынау деген әңгімелерді айттың да одан кейін бір қас болып тартып алынбағаннан кейін бір Дубайға артынан барып бір сен өте ақылды адамсың негізі ше сен бір жоспарына көштің уже көрдің ба сен енді дос болып жайлап жандарына жақындап сен солай тартып алуға көшкен сияқтысың сен әрекетің сен сияқты ма ит сияқты сен сияқты иә мен сияқты жарайды мен ақ жаман бола берейінші сен тоқташы сен атака істемеші мен айтып алайыншы әңгімемді миым ашып кетті ше не айтып жатқанымды білмей қалдым қазір сен уже дос болып жанына барып жайлап жанына кіріп аласың да сен жайлап араласып ойбай екеуің бақыттысыңдар деп жүресің да бір күні танысып тоқтаса бақ еткізіп сөз қыла саласың сен қазірдің өзінде сен айта алмай отырсың мен білмеймін мүмкін өмір шығар уақыт еншісінде шығар деп ше сен өте ақылды адам болып отырсың да білмеймін ақылды қу болып отырсың сен қазір ше білмеймін бәріміз сенейік десек те бір екеуің өздерің ашып қойып отырсыңдар ғой екеуің бір біріңді ашып қойып отырсыңдар арттан жарайды енді андай ғой қарашы жаңа айтып жатсың ғой жанына жақындап досы болады деген сияқты олар сол кезде бір рет көрсеңдер ғой негізі одан кейін сөйлестіңдер ма сендер ватсаптан келіңдер ма жай жеңдер ма оны араласу демейді ғой жақын болып араласу дос болып енді планның басы келді ғой енді бірінші басы басталды енді ол жақта жақсы араласып алды енді Қазақстанда жалғастырады соны ақерке негізі жаңа әділет айтып жатыр ғой бір бекзат ұйқылы ояу болды содан кейін түсінбей қалды деген сияқты жалпы әділет сен де бір ұйқылы ояу Дубайға билет алып сағат таңғы 4:22-де солай ұшып кеткен жоқсың ба негізі 4:22-де қайдан білесіз ол вообще суббота болған зат қой иә суббота болған зат бірақ сол кезде жоспарлаған мен деген сұрақ қояйын енді мен айтайын да мен түсінген жоқ әділет қазір тыңдап алайықшы тыраштанбашы енді жарайды біраз қателік жасапсың бір бірден бәріне жауап беріп жатсың ғой енді неғып тыраштанасың енді бұл жерде мынандай ғой 4:22 деген не ол тиктоктан көріп қалдым екеуіңіз 4:22-де таңғы серуенде ма бір солай жүр екенсіздер и сол нәрсеге бір сұрақ туындайды екеуіңіз до того 4:22-ге дейін қыдыратындай дәреже бір біріңізге қызығушылықтарыңыз бар неге сен Дубайға кететінді ескертетін дәрежеде бұл қызды онда ондай бір үлкен адамның орнына қоймадың өзің өміріңде рахмет бұл жағдай жаңа 4:22 тиктоктағы ол суббота күні болған болатын суббота воскресенье понедельник мен понедельник ұшып кеттім бірақ та 4:22-ден жүретінді қалай оған айтпайсың өйткені ол туған күнде болды мен туған күннен кейін алып кетіп үйіне апарып тастадым жаңа үй жағында аяулым иә не деп отыр не дейді квартира ма не дейді қайсысын айтқан нұрай сен ба аузына ие болып түсіндің ба жаймен сөйлеп отыр мен айтып алайыншы тұра тұршы мен туған күннен шықтым туған күннен шыққаннан кейін иә шығарып тастады и че иә 4:22-де үйге шығарып тастады жоқ и че деп енді тіреспей ақ қойыңыз тіресіп шығарған шығар енді 5:22-де шығарса да бәрібір иә мен басқа қателіктері бар шығар иә бірақтан ақеркенің айтып тұрғаны негізі былай айтады сіздер таңға дейін қыдыратындай дәрежеде екеуіңіз бір бірлеріңізде керемет таныстық болса онда жауапкершілікте болу керек еді сіз бір ауыз неге ескертпей кеттіңіз деген әңгіме егер де алыстан араласып жүрсеңіздер онда айтпасаңыз былай болды енді айтайық мен бекзатпен жүрген болатынмын бекзаттың досы машина алған ой по городу жүрген кезде сосын аяулымның құрбысы жазды маған аяулымға плохо кәдімгідей ол қатты ауырып жатыр можешь ее забрать деді сосын мен келдім 3:50-де ма қателеспесем туған күніне алып кеттім сосын біз екеуміз бірге үйіне апарып тастадым 4:22 4:28-де мен құрбысына жаздым помню она дома дедім сен ше деді точно деп айтыр да иә дедім болды осы бекзат келіп мен сол районнан алып кеткен болатын сол жаңағы ЖК думанда содан 4:22-де видео жаңағы упучук 4:22-де аяулыммен жүрді сосын 4:28-де маған құрбысы жазды аяулымның кім деген аты айжан аяжан деген жазды типа апарып тастадың ба мен все она дома дедім точно дедім жақсы сіз айттыңыз содан кейін бекзат екеуіңіз ұйықтап қалдыңыздар жоқ дәл шығдырдық онда бекзат ұйқылау қашан болды жоқ ол дейтін суббота болды біз понедельник мен понедельник кеттім басқа күнгі иә балауса ханым балауса ханым біз айтайықшы айтыңызшы негізі маған бір нұсқа келіп отыр
білмеймін енді менің өзімнің енді бір фантазиям деп үшінші айтайыншы. нұсқа ма? Иә, мынандай болған сияқты. Енді қазіргі моментте қосылайық та, осы Айгүл, Бупучук, Гуджан актуалка ғой қазір бүкіл жерде. TikTok болсын, басқа болсын, үшеуі кәдімгідей актуалкада жүр бүкіл жерде. Негізінде ше, кәдімгі индийский махаббат болып жүр да. Бірақ мен ойлаймын да, андай бір нұсқа келді маған. Кім әділетті де, негізі Тәуіржан или өздері бір істеген нәрсе бір ой келеді маған. Неге? Өйткені андай болады ғой, бір шынымен де қарап тұрсаң келмейді да. Шынымен аяқ астынан бұлар жүк болып кете салады, Дубайға кетіп қала салады, артынан әділет бара салады андай. Вообще картинка әлі құралып тұрған жоқ негізінде ше. По идее қарап тұрсаң, бірақ шынымен де сол әділет жаңағындай кім жаңа бәрі үшеуі бір құрастырып алған сияқты осы нәрсені сен келді. Өйткені білмейді. Өйткені бізде мысалы Инстаграмда история бірдеңе салған моментте сен күшті жерде ғана саласың ғой мысалы. Бәрін салып жүрмейсің, ол тыйды. И сол моментте просто бұл өзің бөлек жүрген салып қоя салады, чтобы ешкім түсінбей қалсын, білмей қалсын деген сияқты. А так былайынан бірге жүріп, пастан сондай бірдеңе болған сияқты. Менің нұсқам бұл. Мен тағы да айтамын, Әлішер, сен ол эфирде болмадың. Мен сценаристер емес, мен Құдайдың жазғанымен жүремін. Солай болып қалды. И және де айтайын, егер де Гүлжан мені шынымен де шақыратын болса, мені басқа күшті районда өзі басқаша неде шақыратын еді. Реально мен егер де жігітше айтамын, ешқандай ол Гүлжанна маған келшейінші қызық болады деген әңгіме болған жоқ. Осыған мен Алишердің пікіріне қосыла кетемін, негізі жақсы айтты осы жерде ше. Өйткені енді бұл үш кісі негізі бір-бірінің артын ашпайды. Өйткені бұл үш кісі де бір кемеде кетіп бара жатыр да қазір. Ол Айгүл болсын, ол Гүлжан болсын, ол басқа әділет болсын деген сияқты. Енді бұлар мен әділетті білмеймін, бір статистиканың бір охваттың бұл ұрып, сол бір Дубайға барған секілді. Өйткені Дубайда просто так бір жолға салу ол Алматының іші емес, ол бір Талғардың іші емес, Есіктің іші емес, ол бірдей бір Дубайда енді қандай бір үлкен Эмират деген қала деген сияқты ғой. Сондықтан енді мен Алишердің пікіріне қосылсам, бұл үшеуі жалпы бір сыбайластың бір иісі шығып тұрған секілді деп ойлаймын бұл. Саған енді білмеймін, мына сөздер вообще бір қызық болып тұр. Қалай ойлайсыңдар, фантазияларың қалай, бәрі өзім таңғалып отырмын. Былай ғой, негізінде егер ол ондай нәрсе болса ұйымдастырылған, жалпы былай әділеттің келгеннен кейін негізі маған WhatsApp-тан жазған болатын. Мен Дубайдамын деген сияқты сөздер жазған. Ол кезінде мен түсінбей қалдым, шын керек. Тәуіржан қасымда отырған, и мен ашымда қалай ол деп, қалай Дубайда жүр деген сияқты ой кетті да менде. И мен шықпа сенікі деген сияқты бірдеңе жазып аттым. И сол моментте Тәуіржан телефон сұрап отқан болатын. И берші, не болды, кімге жазып жатсың деген сияқты алып қалды да, и мен андай түсінбей қалдым, короче, телефон бердім да, бірақ ой деген сияқты андай эмоция болып қалды да. Көрсетпеуім керек пе деген сияқты, білмеймін, короче, сондай бір эмоция болып қалды. Сол кезінде Тәуіржан алды да телефонды көрді да, кәдімгідей бір жаман болып қалды. Сен сонда әділетпен сөйлесіп жүрсің ба деген сияқты андай. Оның көзіне мен солай көрініп қалдым, то что мен әділетпен соған дейін сөйлесіп жүрген сияқты болып. Солай болып көрініп қалдым. Содан кейін телефонды алды да ренжіп қалды негізінде. Сосын барып, не болды, не үшін сөйлесіп жатсың деген сияқты қылды. Мен осылай Дубайға келіпті. Ол адам саған қызық болса, сен неге жауап бересің деген сияқты сондай реніштер болды негізінде. Негізі қараңызшы, енді оны кейіннен Тәуіржан шыққаннан кейін екі тарапта отырып өздеріңізден сұрап білеміз. Демек, сізде сол кезде өзі жазып жіберді ғой сізге келгендігі жайында, сол кезде ғана бірақ білдіңіз, тіпті жазғанына да таңғалып қалдыңыз, оған дейін сіздерде ешқандай байланыс жоқ. Ұйымдастырылған болса, ондай бір не болмайтын еді деймін да. Ол саған жаңағы негізі менің ойымша жаңағы мен жаздым, мен Дубайдамын деп деген кезде Айгүлдің бір жазғаны бар. Сен ойнап отырсың ба деді маған. Алматыда отырып не грубо говоря не қыртып отырсың деді маған. Айтамын, мен Дубайдамын. Одан кейін сообщение болған жоқ. Жақсы, Зарина. Я болса ханым, негізі мен ойлаймын, бір қатысушылардың кейбір пікірімен келіспеймін, себебі басында көрінді ғой, енді қатты қырғиққа бақ дұшпан болмаса да, просто Упучуктың тарапынан Айгүлді мазақ қылма, шынайы сезімің болса ғана жаңағыдай әрекет жаса деген сияқты қылып айтты ғой Тәуіржанға. Сондықтан мен ойлаймын, бір уайымдап сондай бір нәрселер болған шығар осы күнге дейін. Содан кейін жұп болып екеуі жақсы болып кеткеннен кейін, жарайды, бұлардың сезімдері жақсы екен деп, шынымен де Тәуіржанға әділеттің ойы жақсы болып өзгерген сияқты. Ал Айгүл шынымен де білмейді оның келетінін, келген кезде ғана біліп, тіпті жаңағыдай ұрыстар болып қалған сияқты, бір ешқандай артық ойнату, ондай ештеңкені мен көріп тұрған жоқпын. Барлығы шын. Жоқ, негізі бәрі соқыр ма, білмеймін енді. Жарайды, ол вариант мен просто нұсқам ғой, менің фантазиямды басында айтып кеттім мен. Бірақ негізі по-любому жаңа сен айттың ғой, мен Құдайдың жазғанымен жүремін деп. Құдай негізі ниетке қарап береді. Значит, сенің ниетің шынымен де сол Дубайға барып, әйтеуір бірдеңе сол Айгүлдің бір көріп қалу деген мақсат болған сияқты негізі. Жоқ, қара, Зарина. Жұмыспен сен жұмысыңды саласың ғой. Сен татао бір андай бір адам көрмейтін жұмыс істеп жатқан жоқсың мысалы. Міне мен осындай жұмысқа бекіндім. Сен бір рет болсын бір жұмысыңды салып қойсаң, міне осындай жұмыспен келдім, міне осымен келдім деген сияқты. Сол кезде кішкене сенімдірек болатын ба еді деген ойдам. Ал сен онда ештеңе салмағаннан кейін, конечно, любой халықтың бәрі сөйтіп жазып жатыр негізінде. Білмеймін, енді екеуін көрдік қой, өте бақытты екен, мен реально оған сөз жоқ енді. Я баласы мен ойлаймын да, Алишер ғана солай ойлайтын сияқты, барлық халық редакция деп емес ше. Себебі Айгүл де бақытты болуға лайықты, Тәуіржанмен бірге әділет те өзі бақытты болуға лайықты деген сияқты нәрсе ғой. Қазір сен как будто Айгүлге қарап, сен мүлде бұндай нәрсеге лайық емессің, сенікі өтірік деген сияқты болып көрініп тұрған сияқты болды маған. Осыған менің ойымда сондай ой келіп тұрды негізі. Алишер, сен өзің сияқты көресің ау деймін бүкіл адамды. Сен де редакцияны алдап, қаншама жүрген кездеріңде бұл аягөзде алдап, мысалы мына жерде де маған алдап дегендей ғой, сен өзіңді
алдап жүргеннен кейін бүкіл нәрсені Опучокты да или Айгүлді де Тәуіржанды да ондай өтірікші қылудың қажеті жоқ деген әділет дей берші Опучок демей. қандай разница? Сен осы басқа негізі қатысушыларда басқа айтатын әңгіме жоқ қой менің тарапымнан. Сол бір косякты көреді, Енді сонымен ең ғана барын сен өзің сонымен сияқты ғана қоймай қойсаң либо деген травма нәрсе алсаң, травма алдым деп айта Ой, алмайсың. айналайын, жақсы рахмет Алишер. Нұрай, бізде дәл қазір Сержан мен Ақерке жас жұп. Олар үйленуге дайындалып жүр, тойдың күні де белгіленген. Бірақ соңғы уақытта олардың қарым-қатынасында түрлі қиындықтар мен қайшылықтар байқала бастады. Қарапайым түсініспеушіліктен басталған жағдайлар уақыт өте келе үлкен жанжалдарға ұласты. Екеуінің арасында жиі ұрыс-керіс болады, бір-біріне дауыс көтеріп, реніш сөздер айтылып жатады. Бұл ұрыс-керістер кейде тек екеуінің арасында ғана емес, көпшіліктің көзінше, достары мен туыстарының алдында да болып жатады. Мұндай жағдайлар олардың айналасындағы адамдарға да кері әсерін тигізіп жатыр. Ең алаңдатарлық жайт, бұл ұрыс-керістерде Сержанның тарапынан боқауыз сөздердің айтылуы. Ол Ақеркені ауыр сөздермен қорлап, тіпті сен бала көтере алмайсың деген өте ауыр, орынсыз сөз айтқан. Мұндай сөз тек ренжіту ғана емес, сонымен бірге адамның қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін психологиялық зорлықтың бір түрі. Ақерке бұл сөздерден кейін өзін қатты қорланған, бағаланбаған және жалғыз сезінеді. Ол тойға дейінгі кезеңде жұптар арасында бола беретін кішігірім кикілжіңде бойлауға тырысқанымен жағдай күннен күнге ушығып бара жатыр. Сержан ұрысқан соң кешірім сұрауы мүмкін, бірақ оның сөзі мен ісі сәйкес келмейді, жағдай қайта қайталанады. Мұндай жағдайда Ақерке мен Сержанға ашық әрі шынайы сөйлесу өте маңызды. Олар екеуі де өз сезімдерін, қорқыныштарын және күмәндарын жасырмай айтуы керек. Бұл сөйлесудің мақсаты кінә тағу емес, мәселенің түпкі себебін түсініп, шешім табу. Егер олар өзара түсінісе алмаса, немесе Сержанның қорлайтын мінез құлқы жалғаса берсе, Ақеркеге бұл қарым-қатынасты жалғастыру туралы байыппен ойлануы қажет. Өйткені өмір бойы бірге болу дегеніміз тек махаббат емес, ең алдымен бір-біріне деген сыйластық пен қолдауға негізделуі керек. Кейде тойға дейін қиындықтар болатыны рас. Бірақ бұл қиындықтар бірін-бірі ренжітумен қорлауға айналса, ол өте қауіпті белгі. Мұндай қарым-қатынаста қыз өзін қорғансыз, бағаланбаған сезінеді. Ал бұл сезімдер отбасы құруға емес, жан дүниенің жаралануына алып келеді. Ақеркенің өз қадірін білуі, өзін қорғауы, болашағына жауапкершілікпен қарауы ең маңызды қадам. Ал Сержан егер расымен де Ақеркені жақсы көрсе, онда ол өз мінезін өзгертіп, қыздың сенімін қайта оралу үшін әрекет етуі керек. Ақерке қазір өз-өзімен күресіп жүр. Бір жағынан ол Сержанды жақсы көретін сияқты, екеуі бірге өткізген жақсы сәттер, болашаққа құрған армандар, жоспарлар бар. Бірақ екінші жағынан ол бұл қатынастың өзіне ауыр тиіп жатқанын да сезіп жүр. Бастапқыдағы махаббат пен қуаныш сезімі қазір орнын мазасыздық пен қорқынышқа бере бастаған. Ол күн сайын осы қарым-қатынасты жалғастыру керек пе, әлде бәрін тоқтату керек пе деген сұрақпен оянып, сол сұрақпен ұйықтап жүр. Айналасындағы адамдардың пікірі де оған қысым жасауда, бір-біріне үйреніп кетесіңдер, барлық жұптар ұрысады деген сөздер жиі айтылады. Бірақ Ақерке біледі, барлық ұрыс бірдей емес. Жай түсініспеушілік пен қорлықтың арасы жер мен көктей. Сержан шын мәнінде өзгергісі келсе, ол алдымен өз сөздері мен іс-әрекеттеріне жауапкершілікпен қарауы керек. Боқауыз айту, жұрттың көзінше ренжіту, психологиялық қысым көрсету бұл махаббат емес. Бұл билік жүргізу, әлсізді қорлау. Ал шынайы махаббат сенім мен құрметке негізделеді. Мұндай жағдайда кейде маманның көмегі де керек болуы мүмкін, психолог немесе отбасылық кеңесші. Бірақ ең басты шешімді Ақерке өзі қабылдауы тиіс. Ол өз өмірінің болашағының иесі. Қоғам не айтады, туыстар не ойлайды деген ойдан бұрын, мен осы адаммен бақытты бола алам ба деген сұрақ маңыздырақ. Өмірде ең қиын шешімдердің бірі сүйген адамыңнан кету. Бірақ одан да қиыны өзін жоғалту, өз қадір-қасиетін таптау. Ақерке үшін маңыздысы өз жанын тыңдау. Өйткені махаббат өзін жоғалту емес, қайта табу болуы керек. Ақерке көп ойланды. Бір күні кешкісін жалғыз қалғанда күнделігін ашып, ішкі жанайқайын жазды. Мен бұл қарым-қатынаста өзімді жоғалтып бара жатқандаймын. Бұрын мен күлетінмін, армандайтынмын. Қазір қорқамын. Әрбір сөзіне, әрбір ымына қарап, тағы ренжіп қалама деп өзімді шектеп жүрмін. Бұл махаббат па, әлде тек үйреніп қалған ба? Мен өмірімді осындай қорқынышпен өткізгім келмейді. Сол сәтте ол шешім қабылдады, уақытша болса да, Сержаннан алыстап, бәрін байыппен ой елегінен өткізгісі келді. Ол Сержанмен кездесіп, ашық сөйлесті. Сержан, біз екеуміз тойға дайындалып жатырмыз. Бірақ мен өзімді күннен күнге жоғалтып бара жатқанымды сезем. Сенің ауыр сөздерің, боқауыздарың мені қатты жаралайды.
Бұл менің ең үлкен қорқынысым, өзіме сенімді жоғалту. Мен өзгеруді қалаймын. Бірақ тек өзім емес. Сен де өзгергің келе ме? Бұл расында да ауыр шешім. Себебі бұл жай ғана ұрыс-керіс емес, бұл болашақ тағдырларын таразыға салып жатқан сәт. Олардың осыған дейінгі тарихын білетіндер біледі, бұлар бұған дейін де ажырасып қайта қосылған. Сол кезде бәрі қайтадан жақсы басталғандай көрінген. Бірақ ішкі қорқыныштар мен сенімсіздік тағы да алдарынан шыққан сияқты. Қызығы, дәл осы жолы бәрі тым анық сияқты. Екеуі де бұл қатынастың соңына келгенін сезіп тұрған секілді. Бірақ бір-бірін кінәлаудан гөрі сабырға келіп ойланып жатқандай. Той жақындап қалған. Мүмкін соған да байланысты болар. Үйлену жай ғана мейрам емес, ол үлкен жауапкершілік. Бұл шешім өмір бойғы серікті таңдау деген сөз. Бәлкім, екеуі сол жауапкершіліктен қорқып қалған болар. Тойға дайындық барысында көп жұптар осындай кезеңдерден өтеді. Күнделікті тіршілік, күтулер, айналадағы қысым, бәрі адамның ойына күмән келтіруі мүмкін. Сержан мен Ақерке де сондай сәтте тұр. Бұл олардың қатынастарының сын кезеңі. Шын махаббат болса, бұл кезеңнен өтіп қайтадан бірге болар. Ал егер бәрі тек уақытша сезімдер болса, әркім өз жолымен кетеді. Кез келген қатынас тек қана жақсы сәттерден тұрмайды. Онда қиындықтар да, түсініспеушіліктер де болады. Бірақ ең бастысы, екі адамның бір-бірін түсінуге деген талпынысы. Қазір Сержан мен Ақеркеге уақыт керек. Бір-бірін жоғалтпай тұрып, өз жүректеріне үңіліп, нағыз шешімді қабылдау үшін. Олар қандай шешім қабылдаса да, ол екеуінің өз таңдауы. Біз тек олардың бақытты болуын тілейміз. Мүмкін бұл үзіліс екеуінің де өмірінде жаңа кезеңнің бастауы болар. Сержан мен Ақеркенің бұл үзілісі сырт көзге тек арасын суытты дегендей көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде бұл үзіліс ішкі толғаныс, сезімдердің шынайылығын саралау, болашаққа деген көзқарасты анықтау сәті. Мұндай сәттерде әркім өзін-өзі таниды. Мен не қалаймын? Бұл адаммен өмірімді байланыстыруға дайынмын ба? Біз бірге қиындықтарды еңсере аламыз ба? Міне осындай сұрақтар мазалайды. Ақеркеге келсек, ол сабырлы, ойланып қадам жасайтын қыз. Ол махаббатқа жеңіл-желпі қарамайды. Бірақ дәл қазір оның көңілінде қорқыныш бар. Болашақта шын мәнінде Сержанмен бақытты бола аламын ба деген сұрақ мазалайды. Ал Сержан болса қызуқанды, бірақ ішкі әлемі терең, сезімтал жігіт. Ол да Ақеркеден айырылып қалудан қорқады, бірақ ер азамат ретінде дұрыс шешім қабылдауға тырысып жүр. Қызығы, осы үзіліс екеуіне де көп нәрсені ұғынуға көмектесіп жатқандай. Бір-бірінсіз күндердің қандай екенін сезініп жатыр. Қарапайым күнделікті әңгімелер, ортақ күлу, бірге жоспар құру, осының бәрі жетіспей жатса, бұл нағыз сағыныштың белгісі. Ал егер керісінше тыныштық ұнай бастаса, демек, бірге болу ойластырылуы керек еді. Той алдындағы қорқыныш қалыпты нәрсе. Бұл жауапкершілік алдындағы адам жанының дірілі. Бірақ бұл қорқыныш махаббатты жеңе алмайтын болса, онда олар бір жолға қайта түседі. Екеуі де қазір өмірлерінің маңызды шешімінің алдында тұр. Бұл жай ғана таныстық емес, бұл болашақ отбасының іргетасы туралы шешім. Мүмкін бұл үзіліс оларға бір-бірін бағалауға, сағыныштың, түсіністіктің қадірін ұғынуға көмектесер. Ал мүмкін бұл соңғы үзіліс болар. Қандай шешім қабылданса да, олар өз жүректерін тыңдап барып қадам жасайтынына сенеміз. Махаббат кейде ауыр, кейде тәтті. Бірақ ол шынайы болса, жолын табады.